ана кеше айттым ғой әлгі Жекешан келіп алып бүкіл әкімдер соңында жүр, ұят емес пе? Вице-премьер соңында жүр. А ол басқа Жекешан басқа мемлекетке барсын, соны мемлекеттік шенеуніктер қарсы алмайды. Ол шоу индустрияның, кино индустрияның өзінің сол елде бір әріптестер бар, солар қарсы алады. Сол жобаларын сөйлесіп сөйтіп, ол мемлекеттік деңгейде соны шауып жүретіндей адам емес қой енді. Соның бәрі кері әсер тудырады ғой. Халық адасады, апырмай, сонда біздің өзіміздің актерлеріміз қайда дейді. Біздің өзіміздің олар қара тізімде отырмын деп анау Осыған Жолашсынов айтып жатыр, естіңдер. Тұңғышбай Жаманқұлов қара тізімде. Кеше Софыс Матаев әлеуметтік парақшасында жазып жатыр, қара тізімдемін деп. Сонда ұлттық өнерге қызмет ететіндер қара тізімде болады да. Анау Гонконгтан келген Қытай, ол алтын тізімде қазір. Ана $40 миллион екен бір деректе. Бір деректе $60 миллион дейді. Оған Әбіл туралы 50-60, тіпті 70 фильм түсуге болады. Соны не ойлағаны бар біздің биліктің? Анау Каспий банк қаржыландырады дейді. Каспий банк деген қазақтың банкісі ғой. Ол Америкадан алып келіп жатқан жоқ қой. Ол сіздің салық төлеушінің ақшасы ғой. Соны алдайды бізді. Бәленбай $1 миллион бөлейін деп жатыр. Оның қандай маңызы бар біздің қазақ қоғамы үшін? Ұлттық атыс шабыс болады ертең. Ол Жекешан ана басқа да мемлекеттерге түсірген. Ол біздің қазақтың даңқы шығарады дейсің ба? Ол шығармайды. Ол ана белгісіз бір Кун деген режиссер тауып алыпты. Ол кім мысалы? Ол қалай түсіреді оны? Бізге ұлттық киноға ақша бар десе жоқ дейді. Ұлттық өнерге ақша бер десе жоқ дейді. Кітап жазып едім, Ақан сері бір ән салу туралы шара етсең жоқ дейді.